Davron ağa aytadi, ustoz zdaniyaning ishinde qanday reklama ishlashni bilmay yurgan biznesmenlar uchun, biznesda qanday жаңалық qo'shishni bilmay yurgan biznesmenlar uchun tayyor ekzemplyarlar bor, reklama bo'lsin, poligrafiya bo'lsin, tayin ekzemplyarlar bor ekan. So'larni qalagan biznesmen kelib, qo'lmen ustab ko'rib, ko'zmen ko'rib, baholarini bilib, o'zining biznesini qo'llasa bo'ladi degan. So ekzemplyarlarda hozir Davron ağa bilan birga ishga kirib ko'rib chiqamiz. Ket. Так, bu poligrafiya өнімдерін істеп шығарамыз. Бұл жақта сыртқы рекламаны өнімдерін істеп шығарамыз. Неміз бөліміміз бұл жақта. Таныстырсаңыз, нелер енді бұлар? Таныстырсақ, бұлар бәрі сотрудниклеріміз, командамыздың ағзалары. Бұл жақта өнімдерді қыстап қойыппыз, енді образецлер. Неоновый подсветкеде істелінген реклама өніміміз. Настенный. Буквалар бар. Бәрі светящий рекламаны ішке сыртта пайдаланса болатын заттарды қыстап қойыппыз да. Яғни экземплярлар көріп, сондай көрсетсе бола береді. Басқаша бір өзгеше стильде істеп қойған рекламаларымыз бар. Рекарта жазып көріп, улауға қойыпты, именно басқаша стильде подсветка істеп қойыпты ішіне. Жақсы, сау. Сөйлесеміз. Бұл жақта міне образецтер және бар. Әрқилы көріністегі нелерді. Базына хит болып отырған китайсыздар. Infinity не деп айтылады Китайда? Шексіз не деп. Шексізлік ішіне кіріп кеткен нені нетеді. Енді әрқилы методлар, қандай кішкене мини-минилерін істеп қойыпты, қандай методта істеуге болады. Үлкен намы сондай болып тұрады. И заодно мынау стеллада қандай болып көрініп тұрады, и бір былайынша заодно қандай экран бар, не мәселе бұны жақпай қойған екен. Мына подсветкілі бір нелер бар, декорларда пайдаланылған куполар, қорып, әріптер. Материалларын паркіменен көріп кетсе болады. Материалдардан, нелерден көрініс қандай болып тұрады, солардан көріп кетуге болады. Бір жағынан стелла. Әзір мен мына жақта мониторларды көрдім. Мониторларды көріп кетті. Бұл жақында қостық бұл монитор, бұл қызмет түрімізден. LED экран сыртқа ішке қоюға пайдалануға болады. Кафе, ресторанлар пайдаланып жатыр. Енді потолокқа да потолокқа қойса да өзгеше қойып қойыппыз. Жақта түрлеріне бөліп қойыппыз. P4, P5 деп айтылады. Мына тығыздылығы, качествосы күшейе береді, кішірейген сайын. Бұл андай алыстықта тұрған. Ұзақтылыққа, жақындыққа енді барды. Конференц залдар болады. Әрқилы мекеменің ішінде тұрады. Сондайға пайдаланса болады. Алар P5-лер уже наружный есептелінеді. P4 знаменитый мынау істеп қойыппыз. Тойханаларда хит болып жатыр. Тойханаларға осыдан қойылып отыр. Тойханаларға осыдан P4 деген қойылып отыр. Бергі клиенттер үшін орындау. Клиенттерден аз-маз сөйлеседі. Бұл нелер не? Сувенир? Бұлар уже в основном точка касанияға пайдаланатын нелер, сувенир, өнімлері, плакалар, нелер, әрқилы өзіңіздің бар екеніңізді көрсетіп тұратын өнімдер қойыппыз да берді. Сауғалар бар. Сауғалар. Бұл ручка. Инстаграм үшін? Бұл азыр Инстаграм үшін хит болып жатыр ғой Ташкентте. Біздерден уже басталды. Образец істеп қойыппыз. Бұяқ енді? Бұяқ полиграфия өнімдерді істеп шығарамыз. Әрқилы сувенирлер, блокнот. Бұлар неге именно пайдаланылады? Сауға ма? Енді адамдар бұны сауға да пайдаланады. Сонымен точка касания дейді маркетингтің тілінде. Өзіні брендіні көрсетіп тұрады да. Мәселен, біреуге сауға етуі мүмкін, өзінің брендін түсірген қалда. И ол ұстап жүреді, көріп жүреді. Басқа адамдар көруі мүмкін. Соның брендіні соң үшін істеп шығаруға болады. Бұлар енді поздравительный бір мәселен награждение болады, соларды сол кездері пайдаланса болады мыналарды. Пакетлер? Пакетлер, мысалы точка касания. Біреуге сауға беріп жатқан кезде ішіне өнімдерін салып сауға етсе, өзінің бренді түсірілгеннен. Өзінің брендін, әмме затта өзінің брендін қосса болады. Әмме өзінің брендін қойған қалда сауға етуге болады. Например, открытияларға, мәселен, спрос күшейіп жатыр, пригласительный нелер. Өзі мәселен ашылып жатыр, таза бренд, магазин ашылып жатыр, не ашылып жатыр, соған пригласительный істеп жорық етуге болады. Ручка, пригласительный бөлім. Бұяқта? Бұяқта да дизайнерлер бар, өздеріміздің балалар, істеп шығару бар, басқа цехымыз бар. Байрақ қандай не материал ол? Теп-тегіс тұрады, презенттердің артында көреді? Енді сол бұны қостық жақын арада өзінің специальный материалдары бар, конус
байрақ деп айтылады. Конус байрағы айтылады. Конусный, сол конусный не болып тұрғаннан кейін сол конус байрақ деп айтылады. Оны сол өзінің брендін түсіріп, өзінің офисі болса, кабинеті болса қойып қоюға болады. Кірген жерлерде көрінетін, нететін жерлерге қойып қойса болады, сұлу болып тұрады болады. Бұлар тайын болған заказдар бар екенше деп қалмаймын. Тайынлар бар, образецке тұрыпты, көрсетеді клиентке. Бейджиклер. Бейджиктің түрі әрқилы варианттар бар. Бейджиктің үйге шекілер деп айтылады. Визиткелер, футболка тайын затларына, тайын затлар тұрған екен. Бұлар ленталарға да шығат көресіз бе? Лента азы подарочный балурлар болады, соны орап, өзінің брендін түсіріп, байлап подаркаға беріп жіберуге болады. Әмме затқа бренд түсіруге болады, сауға етуге. Өзінің брендіні танымтажақ адамдарға имканият бар. Өзінің брендін түсірген қалда сауға болса сауғасын беруге, подарка болса подаркалерін беруге имканият бар. Значит, осы жерге келсе, һәм экземплярды көріп, өзінің бизнесінен мастап көріп, істетіп алып береді. Ценаларды қандай болады? Ценалар шығуы? Ценалар өздеріміздің менеджер қыздарымыз, балаларымыз бар, солар любой қалеген затыңызды айтуыңыз керек, и соған қарап есептарын шығарып бере береді. Яғни, мынау қанша болады деп сұрай алмайды, өзінің размері, реңі, дизайнына қарап. Тех задание деп айтылады, егер тех задание клиенттің өзі білетін болса, сразу есептарын шығарып беруге болады. Егер тех задание білмейтін болса, именно не зат керегін білмейтін болса, өздерімізге келсе, ұсыныс береді менеджерларымыз. Соған қарап, цена шыға береді. Яғни, мәселен, размерді білмейді, не алмайды, бар оған бар размер өлшейтін балаларымыз бар. Сразу жібереміз. Размер алу бесплатный? Барады, өлшейді, көреді. Сол жерде де маслихат беруі мүмкін. Егер нетпесе, офисімізге келселер, дизайнерлеріміз бар, керек затын істеп береді. Соған қарап суммасы шығады. Ойында бір идея бар, соны дизайнер шығарып бере алады, и ол бесплатный ма қандай? Түсінікті. Зор, не зат істетуді білмей жүргендер келіп арқайын істете берсе болады сөзді. Әмі зат экземплярларымен қолыңызбен ұстап, көзіңізбен көріп, қандай болып шығатын дизайнерлер, по-моему, примерно шығарып береді, суретке түсіріп берсе, соған монтажлап қойып береді, қандай болып тұрады оны. Түсінікті, зор. Рахмет Тораңа.